Ал дәл қазір сақина тауып алған соң денсаулығыңыз сыр бере бастады ма? Мысалы, өлген адамның жанында жататын бір заттар болатын болса, оны үйде сақтаған жөн емес. Мұражайға немесе бір өзіңіздің басқа бір айқаламбардан шықпайды ғой. Көшеде кетіп бара жатып, ақшаға толы әмиян тауып алсаңыз, не істер едіңіз? Оны көтересіз бе, жоқ әлде жанынан өтіп кетесіз бе? Кез келген адам өмірінде бір рет болсын, бір зат тауып алады. Сол затқа иелік етуге бола ма? Ол зат сіздің тағдырыңызға қандай әсер етеді? Міне талқылайтын тақырыбымыз осы. Олай болса студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Экстрасенс Заман Сыпатаев. Сондай-ақ студиямызға арнайы шақырылған қонақ эстрада жұлдызы әнші Айқын Төлепберген. Саламатсыздар ма жігіттер, қош келдіңіздер. Біз ақшаға толы әмиянды көшенің қақ ортасына тастап, оны көтере ме, жоқ па, соны көру үшін тәжірибе жасап көрдік. Мінекей, экранға назар аударайық. Ал Айқын, сен де өмірде бір жақсы нәрсе тауып көрдің бе жолда? Студент кезімде бір рет автобусқа өтіп барады. Біз төмен қарап қалсам, телефон жатыр екен, сотовый телефон. Ол кезде енді шыққан кезде ол телефон. Енді ол студент кезде табылған қазына ғой ол. Ол кезде телефон деген нәрсе кәдімгідей бір роскошь сияқты болды. Иә, керемет. Соны тауып алып қалтама салып алдым, досым айтпам, егер баратын жерге дейін жеттік, сөйтіп шығып тұтасың. Айтамын, досым, қарақарым, тауып алдым телефон деп. Екеуміз ана жерде ана ашып қоспаймыз, қоссақ қорқамыз қыз. Телефон салады деп. Сен ашып симкасын шығарып тастадық та, не істеймін мен пайдаланайын дедім де, барып оның зарядкасын сатып алдым, сим-картасын сатып алдым, сөйтіп алғашқы осы курстастардың ішінде ең алғашқыларының бірі. Телефонға ие болғансыз болып тұрсыз ғой, ұялы телефонға. Ол телефонды алғаннан кейін кәдімгі бір жұмысқа да тұрып кеттім, музыкант болып, одан кейін бәрі жүріп кетті. Сол телефон кәдімгі, мен ойладым, бұл телефонға мен қайдан табам ақша салған, қайдан звондайын, кімге звондайын деп. Сөйтіп бұл телефон тауып едім, ақыры ары бәрі жүріп кетті де, сөйтіп ақша да бар, жұмыс та бар болды, сөйтіп единісі да бар болып, сөйтіп. Дегенмен қазақта бір мынандай түсінік бар. Тауып алған затты алады да жерден 3 рет айқайлайды. Мынау кімдікі, мынау кімдікі, мынау кімдікі деп. Егер сол кезде ешкім мынау менікі деп айтпайынша, айтып жатса қайтарып бересіз. Егер айтпаған жағдайда оны алуға болады деген бір ұғым бар, енді түсінік, білмеймін енді. Халықта бар сондай айтылады. Енді сен қалай ойлайсың, Заман? Жерде жатқан нәрсені, ол жаны, затты алуға бола ма? Алуға бола ма деген енді оны қарау керек, енді кез келген затты ала бермейсіз ғой енді. Мысалға бір ақша жатса, Айқын айтқанға қосылам. Мүмкін бұл студент келетқан бір көмек болуы мүмкін. Бірақ та әрбір нәрсенің өзінің энергиясы болады ғой. Мүмкін ол адам оны әдейі бір өзінің бір кедергісін, өзінің бір жаманшылығын соған енгізіп тастауы да мүмкін. Өйткені біздің өмірде енді адамдар әртүрлі болады, сондықтан оны біраз байқап. Мен ондайға сенбеймін, бір 5.000-6.000 доллар жаманшылық тастап лақтыршы, мен тауып алайын. Жоқ, енді әрине. Жоқ, мысалға. Мен ақшаны аламын да, басқа бірдеңе сатып алсам да ақшаны алып жібере беремін. Дұрыс, ең бастысы мысалға ақша табатын болсаң, оның жаманшылығы соншама кедергі келдірмейді. Оны мысалға өзің жаратсаң да, 1%-ын өзің бір қайырымдылыққа жіберсең, сол кезде ғана оның жақсылығы болады деп есептеймін мен. Менде бір рет қызық болған, мен бір үйлі болып көшіп атық та, мебельге ақша керек болып тұрды да, сөйтіп ана ары ойланып, енді суммасын айтпай қойым, бір ақша қажет болды да, сөйтіп ойладым, үйге бараттым да, бір концерт костюмді киіп алдым да, сөйтіп ойлап келатырмын жолда, блин, где-то суммасын айтып, где-то бір жарайды бір $500 дейсің айтшы. $500 керек болып тұр. Үйге баратырмын, қазір $500 примерно ана не бар, ана келесі субботтан кейін примерно былай ақша болады. Сол кезде аламыз деп келатқан. Үйге бардым да, костюмді өлдім де,
Сен ойладым, осы костюмдардың қалтасын қарай салайыншы дедім. Костюмнің бүкіл қалтасын қарасам, тура маған қажетті сума тауып алдым қалтамда өзім. Демек, бір тойға барып видео салып қойғам, мен ұмытып кеткенмін, сөйтсе бүкіл қалталарымды қарап шықсам, кәдімгідей тура қажетті сума тауып алдым да. Әр нәрсенің энергетикасы бар дедік, иә. Мысалы үшін бір нәрсені тауып алдық. Ол нәрсе бізге ұнады, 3 рет айғайладық. Ешкім табылмады. Жаңағы ол нәрсені өзімізге алуға тура келді. Сол кезде не істейміз? Оны қалай тазартамыз? Ол затқа байланысты, енді телефон болса оны қалай еді, суға салып тазартпайсыздар ғой енді, әрине. Алтын мысалы. Телефон болса неге барасың да тазартасың. Иә, оны сатып жүресің, иә. Егер де мысалы бұйым болатын болса, оның тасы бар болатын болса, оны біраз қиындау енді тазартуға. Өйткені оны мысалы қалай тазартуға болады? Оны бір тұзды суға салып, бір 3 күнде тұрса, Щеткамен жуу керек. Тұзды суға салу керек, иә? Тұзды суға. Неге сондай шарасы бар оның? Заттарын жоғалтқан адамдар сенің көмегіңе жүгіне ме? Жоғалған зат емес, жоғалған зат келетін болса, мен оны біраз маңызды бір нәрселермен айналысқанды жөн көремін да. Мысалға, кейбірде адамдар жоғалады. Сол кезде ғана, мысалға, мен өзімнің қабілетімді қолдануға жөн көремін. Тауып берген кездерің болды ма? Тауып берген, оны айтқан нәрселер болды. Бір адам қарыз еді, соны тауып берші. Бірде мамам... $100 алып қарызды, соны тауып берші. Оны біраздан кейін сөйлесек. Бірде мен конверттің ішіне ақша салып қойдым. Оны мамам үй жинап жүріп, жаңа қоқыстың ішіне салып жіберіпті. Мәссаған. Ол енді қомақты сома болатын. Енді сол кезде мен бар ғой, білмеймін, кейде осы кейде 1000 теңге жоғалтып алсаң, туф, аттеген деп қаласың, ол жақтан енді 1000 есе артық осы мода. Бірақ мен қалайда оны жеңіл босаттым да, жарайды осы бар жаманшылықтың бәрі осымен кетсін дедім. Жаңағылай ақшамен шығындар шыққаны қаншалықты жаңағы дұрыс? Бұл жерде енді қалай айтсам болады, енді ойлану керек, қайтадан да бұны мистификациялар жасау керек па, жасау керек емес па оны. Мысалға, мүмкін оның алдында біреу көмектескенде, соған рахметін айтуға ұмытып кеткенсіз ба, содан біздің өмірде енді... Жаңа айналып келген бір нәрсе болу керек. Энергияның өзінің закон сохранения энергии дейді ғой, сондай бар. Мысалға, сол ақша жоғалған соң, одан оның орнына тағы да басқа бір жақсылық келеді. Сөйтіп, сондай оймен болу керек. Олай болса, біздің студиямызда отырған көрермендерде өзінің бір оқиғасы бар екен. Саламатсыз ба, мен бірнеше жыл бұрын бір алқа тауып алған, бірақ тауға кішкене қорқып тұрмын. Бола ма, тауға болмай ма, соны сұрайын деген. Әрине, оны ломбардқа өткізіңдер, енді соншама ақша керек болатын болса, немесе оны өткізіп ақшасын бір қайырымдылыққа берсеңдер дұрыс болады. Енді бұл жерде енді басқа біреудің тағдырын өзіне алған сияқты. Тауып алған зат сонда адамның тағдырына әсер етіп тұр ғой. Әрине әсер етеді, өйткені әрбір нәрсенің, қайтадан айтып кетейін, әрбір нәрсенің өзінің энергиясы болады, өзінің информациясы болады, сол таққан адамның тарихы да болады. Әжелерінен бұрыннан қалған құндылық болып келе жатқан бір заттар болады. Соларды қаншалықты үйде сақтауға болады? Енді мысалға, бір жерден қазбалардан алған нәрсені біреудің құрғаннан болса, мысалы, өлген адамның жанында жататын бір заттар болатын болса, оны үйде сақтаған жөн емес. Жөн емес. Оны немесе сол мұражайға, немесе бір өзіңіздің басқа бір... Айқы ломбардан шықпайды ғой. Заман, енді мен саған сұрақ қойғым келіп тұр. Тауып алынған затта бір энергия болады дейді, энергетика болады дейді. Кері ма, мүмкін жақсы жағынан бекен, сол жағын айтып кетсең. Барлық жатқан нәрсе жаман деп айта алмаймын, әрине. Оны жай енді өзіңіздің ішіңіздегі сезіміңізбен қарап, таза ниетпен алсаңыз сол дұрыс болады. Менің ойымша артық ақша болмайды сияқты ешқашан. Егер әр адамға кез келген уақытта әйтеуір бірдеңке жетіспей, бірдеңке керек болып тұрады. Сондықтан бірдеңке тапсаңыздар, бірдеңкеге жетпей жатады, бірдеңке ананы сатып алайын деп едім, ақшам жетпей жатыр деген сияқты. Сондықтан бірдеңке тапсаңыз, оны көңіл аудармаңыз, өзіңізге байланысты. Егер сіз өзіңіз соны алып ойбай, мынау менің тағдырыма әсер етпесін, деген сияқты сөйтіп алып жүрсеңіз, әрине әсер етеді. Әсер етпейді, аласында қанша тұрады екен мынау. Если настоящий бір кәдімгідей бір алтын ба, сондай бірдеңке болса, әрине оны сатып па бірдеңке пайдасын көруге болады. Бірақ енді тағып менің ойымша қажеті жоқ сияқты. Егер бірдеңке тапсаң, оны басқаша жарату керек сияқты. Жоқ, енді бұл жерде енді энергиясынан қоймайық, енді бүкіл бір шынымен ауыр бір адам ұстаған шығар, оны бактериясы бар ма, сондықтан енді бәрін тауып жеп, сал беріңдер деп айтамын. Аласында үйге апарасыз, тұзға жуасыз. Одан кейін барасыз да Тегі жақсы нәрселер, көп нәрсені біліп алып, алған нәрсені қалай тазалау керек екенін жақсы болды. Сондықтан ат басындай алтын тауып алсаңыз да, өз сүзгіңізден, болмаса көз сүзгіңізден өткізуді ұмытпаңыз.